Бүгінгі іс жобамыздың қонағы Қарақат Қабай. Қарақат, жобамызға қош келдіңіз. Өзіңіз жайлы таныстырып өтсеңіз. Баршаларыңызға сәлем. Менің атым Қарақат. Мен Қытай Халық Республикасында, Үрімжі қаласында дүниеге келдім. Бізде отбасымызда 4 мүше бар. Әкем мұнай-газ саласында жұмыс істеген, мамам фармацевт болып жұмыс істеген, және өзімнен 3 жас үлкен әпкем бар. Қытайда мен 10 жасыма дейін тұрдым. Қытайда 4-ші сынып аяқтап, отбасымызбен бірге Алматы қаласына көшіп келдік. Және мектепті осы Алматы қаласында аяқтадым. Ары қарай 2013 жылы Назарбаев университетіне оқуға түстім. Бакалаврда химиялы инженерия мамандығы бойынша бітіріп, ары қарай финанс мамандығы бойынша магистратураны аяқтадым. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ұлттық банкінде жұмыс жасаймын. Және өзімнің отбасым бар, кішкентай қызым бар, 1 жарым жастағы. Алыс жақын шетелдерден көшіп келген қазақтардың арасында алғаш көшіп келгенде деп бастайтын әңгімелер көп. Сіздің де солай айтатындай әңгімелеріңіз бар ма? Әрине бар. Жаңа алғашқы Қазақстанға көшіп келген кезде өте көп қиналдық. Біз ол кезде көшіп келген кезде сабақ басталуға 1 ай қалғандай уақыт болатын. Әкем өзі әліппе кітабын алып, бізге сол кезде өз білгенінше әріптерді үйретіп, қалай буындап оқу керекті үйреткен болатын. Сол ғана бар біліміміз сол ғана болатын қазақ тілден. Солай мектепке бардық. Мектепте сабақ түгелі жалпы апайдың не айтып жатқаны, немесе оқушылармен өзіңнің ойыңды толық жеткізудің өзі қиын болатын. Және сол кезде жалпы күнделіктің не екенін, және бағалау жүйесі қалай екенін, 2 деген қаншалықты жаман баға екенін де онша түсінбейтін кезім болатын. Сол кезде есімде сол 5-ші сыныптың 1-ші аптадағы күнделігін кейін ашып қарасам, үстінде 3-2 деген баға қатарынан тұр. Сол кезде ойласам, елдер мысалы 5 сияқты жақсы баға алып, күнделікті апайға барып қойдырғанын көріп, менде 2 деген бағамды да апайға апарып қойдыртады екенмін. Осындай қызықты оқиға болған. Және сол кезде айта кетерліктей, мен Қытайда негізі жақсы оқыдым, бірақ дәл ағылшын тіліне біздің мектепте онша қатты мән берілген жоқ. Ал бір қызық, Қазақстандағы мен оқыған мектебім дәл ағылшын тілі өте тереңдетіліп оқылған мектепке түстім. 2-ші сыныптан бастап өте тереңдетіліп оқылатын класс болатын. Сол кезде мен қазақ тілі, орыс тілден ғана қиналып қана қоймай, ағылшын тілде де өте қатты қиналдым. Сол кезде ағылшын тілінен өте көп нашар бағалар алып жүрдім. 1-ші 90-да есімде жаңа атап кеткен сабақтармен қатар 5 сабақтан 3-ке шыққанмын. Сөйтіп кейін 5-ші сыныптан кейін ағылшынға өзім тереңдетіп мән бере бастап, сол жазда арнайы курстан өтіп 6-ші сыныпқа келген кезде уже ағылшын тілім өте жақсы деңгейге көтеріп алдым. Сол үшін бұдан кейін ағылшын тілі менің кемшілігім емес, ары қарай артықшылығым болып кетті. Және сол алғашқы келген кезде барлық сабақ қиын болды деп айттым ғой, бірақ соның ішінде жалғыз математика ғана оңай болды. Бірақ соның өзінде бақылаудан 5 деген баға ала алмайтынмын. Өйткені бақылауда есімде 5 сұрақ болатын, алғашқы 4-еуі сандық сұрақ, оны оңай шығаратым, және ең соңғысы мәселе сұрақ болатын. Ал мен оның қазақша не сұрап тұрғанын түсіне алмайтынмын. Сол үшін де ылғи 5 деген бағаны да ала алмайтынмын. Және алғашқы келген кезде көп кісілердің көмегі болды. Соның ішінде қазақ тілі апайым өте жақсы көмектесті. Ол өте жақсы кісі болды. Менің Қытайдан енді келіп, қазақ тілін үйреніп жатқанды біліп, маған өз еркімен үйіме арнайы келіп, тегін қазақ тілін үйретіп беретін. Кәдімгі әліппеден бастап жүйелі түрде оқытатын. Сол кезде 5-ші сыныпта елдер 5-ші сыныптың қазақ тілін оқып жүрген кезде апай мені арнайы алдына отырғызып, әліппені бөлек үйретіп беретін. Сөйтіп, менің қазақ тілін жақсы меңгеруімді қадағалап, ары қарай менің ойымша, жалпы сол кісінің арқасынан 5-ші сыныптан бастап қазақ тілінің грамматикасын өте жақсы меңгердім. Кейінде де 8-ші сыныпта мектеп атынан қазақ тілде олимпиадаға қатысқан болатынмын. Осындай оқиғалар болды. Ақырындап оқу жүйесіне үйрене бастағаннан кейін, ақырындап өзімнің де бір баға алу тәсілдерімді меңгере бастадым десем болады. Мысалы, әдебиет сабағында алғашында жаттау болады, сосын ары қарай мазмұндау сияқты мәтіндер болады. Ол кезде мен жаттауға жақсы болдым да, бірақ өз ойымды айту мен үшін өте қиын болатын. Сол үшін барынша алғашқы жаттау сабақтарынан жақсылап жаттап 5 деген бағаны толықтырып алып, ары қарай қалған мәтіндеу сабақтарынан барынша үндемеуге тырысатынмын.
Қарап отырсақ, осы әңгімелердің арасында иммигрант мәселелері де жолығып жатыр. Осы мәселелердің барлығы сол мектептің ішінде, сол әлеуметтік топ арасында өздігінен шешіліп жатқаны да жақсы болғаны. Сіз 9-11 сыныптарда Алматы қаласындағы Жәутіков атындағы Республикалық физика-математикалық мектебінде оқыпсыз. Жалпы ондай мектепте барлық жаратылыстану пәндері тереңдетіп оқытылады. Егер сіз сол мектепте оқымай, жалпы білім беретін мектепте оқысаңыз, сіздің ойыңызша Назарбаев университетіне түсе алар ма едіңіз? Жалпы мен ойымша бұл жерде қандай мектептен бітіргені қатты маңызды емес, жалпы адамның өзінің ынтасына байланысты деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, мен Назарбаев университетінде оқыған кезде өте көп жалпы білім беретін мектептен бітірген оқушыларды көрдік. Олар өте білімді, дарынды, сондай балалар болды. Және өзім Жәутіков мектебінде оқып жүрген кезде, Назарбаев университетінің емтиханына тапсырған кезде математикадан 1-2 балл жетпей түсе алмай қалған болатым. Содан кейін Сатпаев университетіне грантқа түсіп, келесі жылы бәрібір тек қана Назарбаев университетте оқығым келгендіктен арнайы қайтадан дұрыстап дайындалып, емтихан тапсырып өттім. Қазір, мысалы, ойлап отырсам, сол кезде бірінші рет түспей қалғанның себебі мүмкін сол кезде, мысалы, Жәутіков сияқты сондай ортада оқығандықтан, өте дарынды балалар, көп дарынды балалардың арасында оқығандықтан, біртүрлі өзіме де бір артық сенімділік пайда болған сияқты, емтиханның бәсекесінде де кішкене бейжай қарап, оған дайындықта да аз болып қалған сияқты. Сол үшін менің ойымша, жалпы негізі оқуға түсуде қандай мектепте бітіргені маңызды емес, жалпы адамның өзінің қаншалықты соған дайындалғанына, еңбегіне, ынтасына осындай нәрселер қатты маңызды сияқты. Нәтижеге жету үшін 1% талант болса, қалған 99% еңбек болады дегендей, сіз осы сөздің дәл өзінің мысалы болады екенсіз. Басында айтып кеткендей, сіз бакалавриатты химиялық инженерия мамандығы бойынша бітіріпсіз. Химиялық инженерияны 4 жыл оқығаннан кейін бизнес саласының өзіңізге ұнайтынын қайдан білдіңіз? Жалпы мен өзімнің осы химиялық инженерия мамандығына қалай келгенімді айта кететін болсам, жалпы мектепте математика, физикаға жақын болғандықтан инженерия мамандығын таңдаған болатын. Және бірінші жылы маған негізі жалпы инженерия ұнаған болатын. Екінші курстан бастап біз ары қарай бағытқа бөліндік. Химиялық инженерия таңдадым, өйткені өзім химияға кішкене жақын болғандықтан. Бірақ ары қарай оқу барысында ақырындап түсіне бастадым. Мені бұл сала ондай қатты қызықтырмайтынын, және үшінші курста бізде міндетті түрде практика өту керек болатын. Сол кезде біз группаластармен бірге Павлодардағы мұнай-газ зауытына барған болатынбыз. Және сол зауытта барған процесте жалпы мұнай-газ саласында жұмыс қалай болатынын көрдік, таныстық, және сол кезде өзімнің болашақта сол салада онша жұмыс істегім келмейтінін түсіне бастадым. Мен жалпы, мысалы, бала кезден армандағаным бойынша, мен болашақ жұмысымды былай елестететім. Мысалы, қаланың дәл ортасында биік әйнек зданияның ішінде офистық жұмыс, өзім, мысалы, костюм шалбармен күнде жұмысқа барып қалған вақытымды өзіме арнай алатындай сондай жұмысты елестетімін. Жалпы химиялық инженерия мамандығын бітірген оқушылар көбінесе 2 бағытқа барады. Біреуі академиялық жағы, біреуі индустрияға баратын. Индустрияға барса, яғни ол мұнай-газ кен орындарына жақын жерде жұмыс істейді, қаладан алшақ. Кейін ойлап көрсем, осы 2 бағытқа да онша барғым келмейтінін түсіндім, және басқа мүмкіндіктер іздестіре бастадым. Және сол кезде жоғары бизнес мектебінде енді финанс мамандығы ашылған болатын. Жалпы программасы маған өте қатты ұнады, және өзімде финанс мамандығына қызығушылығым бар болатын. Және бәрімізге белгілі, осы финанс мамандығында өте көп грант мүмкіндіктері жоқ болатын, ал осындай жақсы программаға грантқа түсу мүмкіншілігі бар болғанда мен пайдаланып қалғым келді. Сол үшін 4-ші курста сабағыммен қатар осы мамандыққа тапсыруға дайындық жасадым. Әдетте білім алушылар магистратурада өзінің бакалаврда таңдаған мамандығын немесе соған жақын мамандықтарды жалғастырып оқиды. Ал сіз мүлдем басқа мамандықты таңдағанда қиын болып кетеді, үлгермей қаламын деген ойлар туындамады ма? Әрине, бұл мүлдем жаңа мамандық болғандықтан үлгеру қиын болады деген сияқты алаңдаушылық болды. Бірақ мен бұл саламды жалпы өзгертуге тым кеш болды ма деген сияқты оймен көп ойлаған жоқпын. Өйткені мен бұл бағдарламаға көбінесе өзіме қосымша артық бір дәреже ретінде өзімнің біліктілігімді жан-жақты дамытуға көмектесетін бір оқу деп қарастырдым. Жалпы өзіме деген сенімділік болды. Жалпы
алып кете алуыма. Қазіргі таңда бизнес мектептеріне сұраныс жоғары. Сіз бізге Назарбаев университетінің жоғары бизнес мектебін түлегі ретінде таныстырып кетесіз бе? Иә, жалпы жоғары бизнес мектебінде негізінен 3 бағыты бар мен оқыған кезде. Қазір 4-ші бағытта қосылған HR Management деген алғашқы 3-еуі туралы айта кететін болсақ, біріншісі ол Executive MBA, аты айтып тұрғандай, ол көбінесе білікті компанияның директоры басшыларына арналған бағдарлама. Және бұл бағдарламада олардың жұмыс істеу тәжірибесі орта есеппен 10 жылдай жұмыс істеу тәжірибесі бар адамдар. Олардың сабақтары көбінесе тек қана сенбі-жексенбі күндер ғана болады. Ал екінші маманда ол full-time MBA, толыққанды MBA программасы. Программаның ұзақтығы 14 ай тұрады, және ол жақта жұмыс істеу тәжірибеге талап бар, кем дегенде 2 жылдан жоғары болу керек. Және келесі бағдарлама ол мен оқыған финанс мамандығы, және бұл бағдарлама көбінесе енді бакалавр бітірген немесе жұмыс істегеніне 1-2 жыл болған жас мамандарға арналған бағдарлама. Бұл бағдарламада оқу ұзақтығы 14 ай тұрады. Жалпы осындай. Осы бағдарламаларға гранттар бар ма? Менің білуімше, негізі MBA бағдарламаларға грант жоқ. Олар өздері төлеп оқиды, немесе компаниялары оларды спонсорлықпен оқытады. Ал финанс мамандығында грант бар, және 2 түрлі грант бар. Біреуі мемлекеттік грант, екіншісі Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің гранты. Осы 2 гранттың қандай айырмашылықтары бар? Негізінен осы 2 грант екеуі негізінен бірдей, олар екеуі де толық оқуды қамтиды, және стипендия мөлшері де бірдей. Бірақ жалғыз ерекшелігі осы мемлекеттік грантта ешқандай міндеттеме жоқ, ал Нацбанктың грантында оқушы бітіргеннен кейін міндетті түрде 5 жылдың ішінде 3 жыл ұлттық банкта жұмыс істеп ақтау керек. Бұндай гранттардың бар екендігі бизнес мектебіне түскісі келетіндер үшін сүйіншілейтін ақпарат екен. Ал енді осы өтінім беру процесі қалай болды? Негізінен іріктеу 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңге мынандай документтер керек. Бірінші мотивациялық хат жазу керек, және резюме өткізу керек. 2 рекомендациялық хат керек. Сонымен қатар халықаралық GRE немесе GMAT емтиханын тапсыру керек, және осында айта кетерліктей GRE-дің ішіндегі тек қана quantitative, яғни математикалық бөлігіне аса мән беріледі. Сонымен қатар ағылшын деңгейін анықтайтын IELTS емтихан және бакалаврдағы орташа балдарға талаптар бар. Және осы бірінші турдан өткеннен кейін сізді интервьюге шақырады. Интервьюдан сәтті өтсеңіз, ары қарай оқуға қабылдайды. Осы аталған емтихандарға сіз қалай дайындалдыңыз? Бір пайдалы болған ресурстар болды ма? Негізінен емтиханға дайындалу барысында мен GRE емтиханына көбірек мән бердім, және сонымен қатар менде бакалаврда финанстық білім жоқ болғандықтан финанстық организацияда, яғни Forte Bank'та практикадан өттім. Риск менеджмент деген департаментте. Бұл практика маған жалпы өзім финанстық индустрия қалай екенін мен танысуға, және ары қарай өзімнің резюмеме де үлесін қосты деп ойлаймын. Сонымен қатар интервьюге негізі финанс жайындағы көп сұрақтар келеді. Сол үшін финанс туралы жалпы білім болу керек, және сонымен қатар егер финанс туралы жаңалықтар оққан өте жақсы көмектеседі деп ойлаймын. Мысалы Financial Times деген сияқты журналдарды көп қарасаңыз. Сіз айтқан ресурстар біздің бағдарламамызды көріп отырған көрермендер үшін пайдалы болады деп ойлаймын. Жалпы біз бизнес мектебінің веб-сайтынан қарасақ, біз басқамыз деген сөз жиі жазылады екен. Сіздің ойыңызша жоғары бизнес мектебінің қандай ерекшелігі бар? Мен өзім Назарбаев университетінде 6 жыл оқыған адам ретінде айта аламын. Шынымен осы бағдарлама өте ерекше. Ең біріншіден мерзімі жайында, басқа мысалы магистратуралық программалар 2 жылға созылатын болса, осы программа 14 ай ғана тұрады. Және екіншіден, мысалы бізде бакалаврда болсын, басқа магистратурада болсын, көбі семестрлік оқу, яғни осы 3-4 ай аралығында сен 5-6 пән оқисың, және 3-4 айдан кейін барлық қорытынды бақылаулар тапсырасың. Ал бізде әр айда 2 пән оқытылады, яғни осы 4 аптаның ішінде қорытынды бақылауы жүргізіліп, сол пәнді аяқтап, келесі айда жаңадан 2 пән оқимыз. Сол үшін оқу өте қатты интенсивті түрде болады. Сонымен қатар программада 2 резидентура бар. Бұл тренинг сияқты, тренинг оқу сияқты. Біріншісі біз Алматыға барып, Алматыдағы ұлттық банктың оқу орталығының тренингін өтеміз 2 апталық. Екіншісі ол Лондондағы Кас университетіға барып, о жақтан 2 апта білім аламыз.
және осы ең үлкен ерекшелігі деп ойлаймын. Бизнес мектебі шынымен ерекше тәрізденеді. Сіз осы жоғары бизнес мектебінде оқығанда уақытыңызды қалай орналастырдыңыз? Негізінен мен өте көп уақытты сабақ арнауға жұмсадым. Жалпы жаңа айтып кеткендей бағдарлама өте интенсивті, сонымен қатар менде өзімде финанстық білімім жоқ болғандықтан маған өте ауыр келді. Сол үшін бізде мысалы күніне сабақ 3 сағаттан болса, негізінен қалған уақыттардың бәрін сабақ оқуға немесе группалық жұмысқа арнаған болатынбыз. Мүлдем жаңа мамандық бойынша магистратураға түсу оңай емес екен. Бастысы сіздің қызығушылығыңыз болып тұр ғой. Жалпы сіз қатты қызыққан пәндер болды ма? Иә, әрине болды. Бірнеше менің ең қатты ұнататын сабақтарым бар. Соның ішінде айта кеткім келетіні аккаунтинг сабағы. Ол біздің ең алғашқы сабағымыз болды. Ол сабақтан беретін профессор өзі өте білікті және өзі Стэнфордтан бітірген болды. Өзі білімділігімен қатар бізге өте жақсы жеткізе білді. Мен ойымша сол сабақты жалпы финанстық білімі бар болсын, жоқ болсын, бәріміз өте жақсы меңгеріп алдық деп ойлаймын. Және corporate finance деген сабақ болды. Ол да маған қатты ұнады. Осы сала бойынша дипломдық жұмыс қорғадық. Және сонымен қатар principal finance деген сияқты сабақтар бар. Соның ішіндегі финанстық модельдермен жұмыс жасау жалпы өте қызықты болды. Менің өзім қызығып кеттім. Мамандық таңдағысы келіп жүрген көрермендер үшін өте пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Жалпы адамдар арасында мамандық таңдаушы болсын, болмасын, бизнес мектебі жайлы түрлі мифтер айтылады. Соның бірі бизнес мектебіне түскеннен кейін адам байиды деген сөз. Сіз осы пікірмен қаншалықты келісесіз? Әрине, бұл адамның өзіне байланысты, бірақ осындай финанстық маманды оқығандықтан дегенмен адамның мысалы финанстық сауаттылығын арттырады. Бұл жерде финанстық сауаттылығы дегенде жалпы өзіңіздің бюджетіңізді қалай қолдану, немесе қалай инвестиция жасау, немесе осылай ақшаның құны туралы ұғымдарды жақынырақ таныс боласыз, және өзіңіздің мысалы бизнесіңізде қолдансаңыз да қалайда да кішігірім үлесі бар деп ойлаймын. Жеке өзіңізге қалай әсер етті? Жалпы ойласам, мысалы мен бакалавр аяқтағанға дейін ешқашан өзімнің бизнесімді бастаймын деген сияқты ешқашан ондай ойым болған жоқ. Ал осы финанс мамандығын оқыған кезде, есімде бір кезде жалпы біз MBA бағдарламасындағы оқушылармен бәріміз бірге отырған кезде профессор сұраған араларында кім өзінің бизнесін бастағысы келеді дегенде 100% бәрі қол көтерген. Сол сәтте мен ақырын ойлана бастадым, мүмкін менде де өзімнің бизнесімді бастап көрсем болатын шығар деген сияқты. Және кейін ары қарай қазіргі таңда өзімнің финансты бюджеттарымды мысалы орналасу саласында өзімнің де жеке бизнес, шағын бизнесімді бастауға өзіндік бір үлесін қосқан сияқты. Сөйтіп, оқу бітіргеннен соң ұлттық банкке жұмысқа тұрыпсыз. Сырт көзге қарағанда ұлттық банкте жұмыс істеу керемет тәрізді. Сізге ұлттық банкте жұмыс істеу ұнай ма? Жалпы осы ұлттық банкқа жұмысқа орналасу процесін туралы айта кететін болсам, негізі бізде контракт бар деп айтып кеткенмен, бірақ міндетті түрде барлық түлектерді жұмысқа алады деген сөз емес. Бізде кәдімгідей іріктеу кезеңінен өтіп, ана шешім қабылдап, ең соңында жұмысқа ала ма, алмайтын туралы шешім қабылданады. Және егер ұлттық банкқа жұмысқа орналаса алмаған жағдайда, оның астындағы бірнеше организация жұмысқа орналасуға мүмкіншілік бар. Егер оған да орналаса алмаған жағдайда, онда оқу ақысын қайтаруға тура келеді. Сол үшін ұлттық банкке жұмысқа орналасу оңай емес. Бәрімізге белгілі, алдыңғы жылы пандемия болған кезде үйден жұмыс істеуге мүмкіндік алдық. Және менің де бастықтарым өзімнің бөпем кішкентай болғандығын біліп, маған көптеген түсінушілікпен қарап, менің үйден жұмыс істеу мүмкіндік мерзімімді ұзартты. Сонда мен 1 жылда үйде жұмыс істедім және бөпемнің ең кішкентай уақытында да қасына болып үлгердім. Бұл мені өте қуандыратын жағдай. Және осы жаздан бастап біз тұрақты түрде офиста жұмыс істей бастадық. Менің жұмысым туралы айта кететін болсам, мен қолма-қол ақша департаментінде жұмыс істеймін, главный специалист-аналитик болып жұмыс істеймін. Менің жұмысым негізінен осы өзіміз саламыздағы аналитикалық жұмыстармен айналысам, және сонымен қатар зерттеу жұмыстармен айналысамын. Жалпы маған ұлттық банкта жұмыс істеген ұнайды. Жаңа айтып кеткендей, бастықтарым, негізі коллегаларым өте жақсы түсінушілікпен қарайды, және жұмыс істеу атмосферасы да маған ұнайды. Жұмыс орныңызда қызметтік тіл ретінде қай тіл қолданылады?
Негізінен үш тілде қатар қолданылады. Жаңағыдай мен зерттеу жұмыстарымен айналысқанда ағылшын тілі көп қолданылады, бірақ басқа ресми іс-қағаздар бойынша орыс тілде де, қазақ тілде де қатарынан қолданылады. Қазіргі кезде жастар бірнеше жұмысты қатар алып жүруге тырысады. Біздің білуімізше, сіздің жеке бизнесіңіз бар екен. Сол жайлы бізге айтып өтсеңіз. Әрине, мен өзімнің жеке интернет-магазинім бар, Kara Brand Shop деп аталады, өзімнің атыммен. Және бұл жерде көбінесе америкалық дизайнерлік сумкаларды ұсынамын. Бәрімізге белгілі, мысалы Michael Kors сынды сумкалар Қазақстанда өте қымбат бағада сатылады, және мен өзімнің магазинімда осы сияқты заттарды қолжетімді бағамен ұсынамын. Сіз ірі корпорацияда да, шағын бизнесте де тәжірибе жинап үлгерген жас маман екенсіз. Сіз өзіңізді болашақта қай салада көбірек көресіз? Әрине, мысалы, ұлттық банктағы жұмысым менің өзімнің кәсібім, өзімнің мамандық бойынша кәсібім, ол әрине менің ең негізгі жұмысым. Ал өзімнің шағын бизнесім болатын болса, ол көбінесе менің қосымша жұмысым, өзімнің ұнататын жұмысым. Мен ойымша, қазіргі таңда екі жұмыс бір-бірімен өте жақсы ұйқасын табатын сияқты. Ұлттық банктағы жұмысым маған көптеген кәсіптік деңгейде дамуыма және тұрақтылығымды қамтамасыз етеді. Ал менің қосымша осы бизнесім басқа қосымша қабілеттер, қуанышты сезімдер, эмоциялар беруге өз үлесін қосады. Болашақта да осы екі жұмысты қатар алып жүремін деп ойлаймын. Біреу менің негізгі жұмысым, біреу қосымша жұмыс ретінде. Жұмысыңызға табыс, сәттілік тілейміз. Ал енді тағы да жұмыс туралы сұрап өтсем, жалпы мансапты таңдауда, одан жетістікке жетуде адам сыртқы факторларға да ұшырайды. Соның бірі отбасы. Сіз жас отауды құрған отана ретінде осы жұмыс пен отбасыңызды қалай баланста сақтап жүрсіз? Мен ойымша, көптеген жұмыстардан негізі бәріне үлгеру өте қиын. Сол үшін де жұмыстардың бәрін приоритетке қоя білу мұнда өте маңызды сияқты. Мысалы, мен өзім әр уақыттағы ең маңызды жұмысымды белгілеп, сол жұмыстарды бірінші бітіруге тырысамын, және қалған жұмыстарды уақытым шықса немесе кейінге шегеріп атқаруға тырысамын. Сонымен қатар, мен ойымша, отбасының қолдауы да өте маңызды. Жалпы мен жұмыста өте қарбалас болған жағдайда, отбасы мүшелері де өзіне жұмыстарды алып, маған алаңсыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді, және менің жұмыс істеп ары қарай дамуыма өте көп қолдау көрсетеді. Мен ойымша, бұл жерде психологиялық қолдаудың да маңызы өте үлкен. Мысалы, мен өзім Kara Brand Shop'ты ашатын кезде, ол мен үшін мүлдем жаңа сала болғандықтан, және белгісіз рисктерден көп алаңдадым, және осыны бастамайын ба деп екі ойлы болып жүрген кезде менің жолдасым өте жақсы қолдау көрсетті, маған қатты сенді қолынан келетініне, және айтты, егер мысалы жұмысың сәтті болмай қалған жағдайда да, мысалы осыдан тәжірибе аласың, бұның өзі үлкен жетістік деген сияқты қолдаулар көрсетіп, менің осы саланы ары қарай бастап жақсы жүргізе бастауыма үлкен себепші болды деп айтсам болады. Жалпы осындай күнделікті өмірде де, жалпы жұмыс барысында да қолдаулар менің ойымша өте маңызды. Сіздің мәнсап пен отбасыны бірге алып жүргеніңіз өте қуантарлық екен. Сіздің бұл өмір салтыңыз көптеген жастар үшін үлгілі болатындай. Сіздің оқуыңыз, жұмысыңыз жайлы көп ақпарат алдық. Енді сіздің өзіңізді жақынырақ танып білу үшін бірнеше қысқаша ғана сұрақ қойып кеткім келеді. Қыс немесе жаз ба? Жаз. Қала немесе ауыл ма? Қала. Салқын кофе немесе ыстық кофе? Ыстық кофе. Байсалды болу немесе әзілқой болу? Байсалды. Классикалық өнер немесе заманауи өнер? Классика. Сәтті болу әлде дарынға ие болу? Дарынға ие болу. Кинотеатрда кино қарайсыз ба, әлде үйде ме? Көбінесе үйде. Қоңырау шалу немесе мәтіндік хабарлама жазу? Мәтіндік хабарлама. Жалдамалы жұмыс па, жеке бизнес пе? Екеуі де. Топтық жұмыс па, жеке жұмыс па? Жеке жұмысқа көбірек жақсымын. Табысты мансап немесе сүйікті отбасы? Сүйікті отбасы. Жоғары бизнес мектебі ме, инженерлік мектеп пе? Жоғары бизнес мектебі. Бағдарламамыздың миссиясы ретінде сізге мынандай сұрақ қойғым келеді.
Сіз отбасыңыздың шежіресін білесіз бе? Әрине білемін, мен ойымша барлық қазақ өзінің шежіресін білу керек. Енді өзім бір-бірден тоқталмай қояйын. Жалпы руымды айта кететін болсам, орта жүздің ішінде кереймін, керейдің ішінде ителімін. Осыған дейін қазақ халқы мәдениетінде қазақ тарихы, ру шежіресі, жеті ата ұғымдары бар. Бірақ отбасы шежіресі деген термин кездеспейді. Алайда біз осылай айтқымыз келіп отыр. Себебі біздің қонақтарымыз дерлік қоныс аударушылар, шекара аттап бір елден екінші елге көшіп келушілер. Бұл көші-қон тұтас ұлттың көші-қон емес, рулық көші-қон да емес. Тіпті бір атаның балаларының да көші-қон емес. Тек бір отбасының, тіпті отбасындағы бір мүшенің ғана көші-қоны. Ұлы дала еліне көшіп келген бір отбасы, бір мүше, ендігәрі бұрынғы ата-бабасының жолымен жүрмейді. Сондықтан әрбір көшіп келуші осы елдегі жүрген ізін, алған тынысын, көрген тіршілігін бұрынғы шежіренің жаңа бетіне жазып қойға міндетті. Осы шежіреден біздің басқан ізімізді болашақ айқын көре алады. Қарақат, бүгінгі жобамызға келгеніңізге рахмет. Сіздің отбасыңызға саулық, жұмысыңызға табыс тілеймін. Сіздерге де рахмет, шақырғандарыңызға, сіздердің жобаларыңызға да сәттілік тілеймін. Құрметті іздің көрермендері, көріскенше аман саулықта болайық.